Қайырлы күн. Бүгін сіздерге ашытқысыз дайындалатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ болып шығады. Қамырын илеп болғаннан кейін ашығанын 2 немесе 3 сағат күтудің қажеті жоқ. Қалай илеп боласыз, сол мезетте пешке сала қоясыз. Жақсы көтеріледі. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап ұнымызбен араластырамыз. Үстіне алдын ала құйылып дайындалған 300 мг айранымызды құйып қамырымызды илейміз. Бізде айранымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс, және де 2/5 майлылықта немесе 3/2 майлылықта болған дұрыс. Сіздер үйдің айранын да қолдана аласыздар. Қамырымызды илеп алғаннан кейін бізде осындай жабысқақ қамыр шығады. Нан тақтайымызға ұнымызды себелеп, соған сыртқы бөлігін малып аунатып шығамыз. Керекті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып кетіңіздер. Ұнға бір аунатып алғаннан кейін өзіңізге керекті формаға келтіріп, табамыздың астыңғы бөлігін майлап, табамызға орналастырамыз. Қажет болған жағдайда дәл осы наннан 2 бөлікке бөліп, 2 батондан шығарсаңыздар да болады. Мен жоғарғы бөлігін осылай пышақтың көмегімен кесіп, узор жасадым. Ол әрине өзіңіздің қалауыңызға қарай. Бұл қамырымыздың басты ерекшелігі көтерілуге, ашытуға қойып қоймаймыз, илеп болып бірден пешке саламыз. Әсел пеште 220 градуста 35 минут пісіріп алдым. Ас болсын.